Бүгін біздің Құданың шаңырағында кереметтей бір күн болып жатыр. Адам басына адам қосылып жатыр екен. Біріншіден Құдеке құтты болсын Құдағи. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Балалар бақытты болсын Құдағи. Өздеріңізге қол қанат болсын Құдай қаласа. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Соның ішінде осы Асылтан Құда бала мен келін Құдай қаласа әрқашанда қол ұстасып бірге жүріңдер. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Шаңырақтарыңызда тек той болсын. Сол жақсылыққа келейік. Жаңа құда келсе ескі құда былай тұрады дейді. Осы біз ескі құдалардан боламыз. Бүгін Түркістан бар ма, Астана бар ма, Қайратжан мен Жұлдыздың екеуінің ағалары мен әпкелері, аталары келіп отырмыз. Не дейміз сәлемде құда мен бекзада жанымыз сол. Міне көптен күткен ұлы той, сонша армандаған той, кішкентай кезінен Айсұлтанды білеміз. Керемет табиғатта бүгін біздің завтрагымыз, таңғасымыз. Қалай тұрмыз, Өркен? Астарың дәмді болсын, демалыстарың сәттілігімен болсын, демалысымыз дейін да. Күшті, андай табиғаттың аясында отырып, бірге Өркентаймен, Тұрмыстаймен шай ішіп жүрді бүгін. Екеуі күшті әңгіме айтып демалып отыр. Екеуі әңгімені жібереді ғой. Мен осы әдемілікке қарап, бәрін суретке түсіріп. Гүлдерді түсіріп, әдемілікке қарап жүрмін. Таза астының барлығы осылай көріністер. Су деген бұл жақта жып-жылы. Негізі бәріміз Дубайдың өзіне көп қыдырамыз ғой. Негізі Дубайдың өзінен осы жақ жақсы сулары. Ол жақтан қарағанда сулары өте жылы. Екіншіден бұл Үнді мұхиты әлемде 3-ші орын алады. Бұл жер кәдімгі таза теңіздің суы, өте тұзды, пайдалы. Ал енді Дубайдың өзіндегі көп нәрсенің бәрі жасанды ғой. Жиналған су. Ал біз кешкі асқа шықтық. Кетсе. Мұнда баги тақырладып жүр. Мұнда құстардың үні. Неше түрлі ән салады ғой құстар. Елдер бассейнге айтып отыр. Мұнда құстар сайрап жатыр. Ас болсын. Қазір тұрмыс келін болып, ағысын болып, шай әкеледі бізге, су алып келеді. Балық қалай екен, Өркен? Дәмін көреміз қазір. Дәмін көрші. Біз негізі кішкене диетический тамақ жеп жатырмыз. Әйтпесе еттің түр-түрі бар, сиырды де бар, басқа да бар. Бұл жақтарына асқабақпен ба, немен? Асқабақ. Иә.
көп екен түрлі дәмдер, бірақ. Балықтың түрі бар екен, күтпеген балықтары. Қазір көрейік, бүгін неден бар екен. Әйтеуір балқаш аян емес, жейтін дәмдер екен, оған да шүкір. Вау! Тауық. Ал кешкі асымызды ішіп, шашлыққа дейін бар екен. Дәу қазан не екен? Интересно.